Көлікке лық толы туннелде бір адам сары спорткарды қуып жету үшін бәрін тәуекелге тігеді. Ол жүргізушіге көзін қадап, бір ғана ойға берілген: қанша құны болса да сені тозаққа сүйреп апарамын. Ол Тед Джун, тынымсыз еңбек ететін жеткізуші жігіт, дерлік ешқашан дем алмайды. Бір түні әріптесімен сөйлесіп тұрғанында, ерке бай қыз кенет олардың тамағын жұлып алып, жерге лақтырады. Тек әріптесі байқамай оны қағып кеткені үшін. Бүлінген тапсырысқа қарап, Тед Джунның ашуы бұрқ етеді. Ол мотоцикліне мініп, оның артынан зымырайды. Әр көшені 5 саусағындай білетін ол спорткарға жетіп алып, дәл алдына тоқтайды. Еш ойланбастан тамақты қайтадан көліктің ішіне лақтырып жіберіп айқайлайды: ақшасын төле. Сонда ғана байсымақтар өздерінің кімге тиісіп алғанын түсініп, абдырап ақшаны ұстатады. Сол әбігерден кейін Тед Джун інісі Тед Джинді көру үшін мектепке соғып өтеді. Екеуі шешесінен ерте айырылғаннан бері бір-біріне сүйеніп өскен. Тед Джун ертең анасына өзі жалғыз барып тағзым ететінін ескертеді. Өйткені Тед Джун алдағы емтиханына көңіл бөлуі керек. Жұмыс біткен соң ол достарымен бірге ауладағы бақшаны безендіруге асығады. Сөйтсе ол мен оның қызы Су Джи бірге гүл дүкенін ашпақшы екен. Сол арманын іске асыру үшін ол банктен қомақты несие алған. Сондықтан ол тоқтаусыз еңбектеніп жүр. Бақытына қарай бәрі жаман емес. Келесі күні таңертең Тед Джун ерте тұрып, сүйіктісіне таңғы ас дайындайды. Кеше түнгі шашылғанды жинап болған соң тағы бір қарбалас күнін бастауға шығып кетеді. Ол жеткізілімін жаңа ғана бітіргенде лифт есігі жабылып қалады. Асығып ол баспалдақпен көтеріледі де, алаңқайда ауру ағашты байқап қалады. Оған қалай күтім жасау керектігі туралы жазба қалдырып тез кетіп қалады. Келесі жеткізілімінде ол чемоданын зорға сүйреп келе жатқан қачарта елді көріп, оған көмектесіп қырдың басына дейін көтерседі. Сол түні ол кешкі асын асығыс жеп отырғанда, қасында бір телефон шырылдайды. Оны көтеріп алса, жақын жерде біреу түсіріп кеткен телефон екені белгілі болады. Ол оны дүкенге қалдырмақ болады. Бірақ арғы жақтағы әйел тікелей өзіне әкеліп беруді жалбарына сұрайды. Тіпті 300 мың вон сыйақы ұсынды. Аздап қосымша табыс тапқысы келген Тед Джун әйел айтқан жерге барады. Бірақ ол жерде бос, қаңырап қалған туннел ғана болады. Әйел қайта қоңырау шалып, бейтаныс адаммен кездесуге тым кеш екенін айтады. Ол Тед Джунға телефонды туннел ішіндегі қоңырау жәшігіне тастап кетуді тапсырады. Түсінбей қалса да, ол айтқанын дәл орындайды. Қанағаттанып кетіп бара жатқанда зу етіп келе жатқан жүк көлігі оны қағып кете жаздайды. Келесі күні ол әдеттегідей өсімдіктерін күтіп жүргенде, полиция кенет үйге басып кіріп, оны зорлау және кісі өлтіру айыбымен қамауға алады. Жақында жас әйел қатыгездікпен өлтіріліп бөлшектелген. Бірақ қандай да бір себеппен полиция бірден Тед Джунды қылмыскер деп шешеді. Сасып әрі ашуға булыққан Тед Джун жәбірленушіні танымайтынын айтып шырылдайды. Бірақ офицерлер істің өте ауыр екенін қайталаудан танбай, оны босатудан бас тартады. Көп ұзамай достары бөлімшеге жаман хабармен жетеді. Оның барлық жеке дерегі интернетке әлдеқашан тарап кеткен. Тіпті гүл дүкенінің қабырғаларына да «Өл, кісі өлтіруші» деген граффити қаптап кеткен. Кейін Су Джи бөлімшеге келгенде Тед Джун сынып кетіп, өзінің кінәсіз екенін, ешкімді өлтірмегенін айқайлап дәлелдеуге тырысады. Су Джи оның адамгершілігіне сеніп, оны құтқару үшін қолынан келгеннің бәрін жасаймын деп ант етеді. Ол дереу адвокат жалдайды. Ал ол қазір ең маңыздысы Тед Джунның алибиін табу дейді. Бақытына қарай әрбір тағам жеткізілімі жазылып отырады. Сондықтан достары мен отбасының көмегімен олар оның соңғы 2 күндік бүкіл қозғалыс уақыт кестесін бір-ақ күнде реттеп шығады. Адвокаттың көңілі орнығып, мұндай алибимен олар сөзсіз мықты қорғана аламыз деп сенеді. Бірақ бәрі күтпеген жерден шок тудыратын бағытқа бұрылады. Тед Джунның жүрген жері бойынша GPS деректері адвокат ұсынған уақыт кестесімен сәйкес келсе де, прокуратура 3 ірі күмән келтіреді. Біріншіден, кісі өлтіру болған күні ол жәбірленушінің үйіне жеткізілім жасапты. Әрі оның жоғарыға шығып қайта түсуіне кеткен уақыты әдеттегіден ұзағырақ болған. Тед Джун бір ағашқа күтім жасап жазба қалдырғанын, соған бірнеше минут кеткенін түсіндіреді. Екіншіден, прокурор одан чемоданды неге көтеріп жүргенін сұрайды. Тед Джун жеткізілімнен кейін қарт әйелге көмектескенін айтады. Бірақ прокурор бірден фотосуретті көрсетеді. Қылмыс орнында тасталған чемодан оның көтергенімен айнымай бірдей болып шығады. Тед Джун сілейіп қалады. Ішін жаман сезім жайлап барады. Үшіншіден, прокурор неге жәбірленушінің телефоны өзінде болғанын сұрап, дүкеннің CCTV жазбасын көрсетеді. Тед Джун асыға түсіндіріп, оны тауып алғанын және қайтармақ болғанын айтады. Прокурор қарсы уәж айтады. Ол телефонды қайтарған туннел мәйіт тасталған жерден небәрі бірнеше ондаған метр ғана қашықта. Сосын шешуші соққы жасалады. Жәбірленушінің денесінен Тед Джунның ДНК-сы табылған. Прокурор одан мұндай сұмдық қылмысты неге жасағанын сұрап қысады. Тед Джун есеңгіреп қайта-қайта «Мен кінәсізбін» деп айқайлайды. Жардайды одан сайын ушықтырып, прокурор тағы бір нәрсені қосады.
Ол айтқан ағашты ешкім ешқашан көрмеген. Нет, подождите, клянусь, я говорю правду. Отпустите. Сол кеште Суджи тағы келіп адвокат істен бас тартуға шешім қабылдағанын айтады. Тэджун үмітсіздікке батып бара жатқанда Суджи кенет оның білегін көрсетуді сұрайды. Бұрын қылмыс орнының фотосуреттерінен ол бір кезде өзі оған сыйлаған жіп білезіктерді байқап қалады. Тэджун сілейіп қалады. Ол өз білезігінің қайда екенін есіне түсіре алмайды. Суджи күйреп түседі. Енді ол өзін оныкіне сенуге мәжбүрлей алмайды да, көз жасына ерік беріп қарым-қатынасты тоқтатады. Ақырында Тэджунг өмір бойына түрмеге кесіледі. Оны күтетіні шексіз қараңғылық. Өмір сүруге деген жігері үзіле жаздаған сәтте, оған Ким есімді мемлекет тағайындаған қорғаушы келеді. Ол бұл іс туралы кездейсоқ естіп, бәрі тым есеппен жасалғандай, тіпті бір сценариймен жүріп жатқандай сезінеді. Ол Тэджунгтен әрбір ұсақ түйекке дейін есіне түсіруін сұрап, көмектесу үшін қолдан келгеннің бәрін істейтінін уәде етеді. Оның сөздері Тэджунгке әлсіз үміт сәулесін сыйлайды. Ол Кимге қылмыс орнынан табылған білезік өзінікі емес екенін айтады. Кейін ол оны інісінің жатақханасында ұмытып кеткенін есіне түсіреді. Кимнің көзі жайнап кетеді. Ол мұны істі қайта қаратып, үкімді бұзуға апаратын кілт деп сенеді де. Тэджунгке бұл туралы ешкімге тіс жармауды ескертеді. Бірақ Тэджунгтің бойын жайлылық кернеп үлгермей жатып, басқа тұтқындар оны ұрып соғады. Ол барлық қорлау мен буллингке үнсіз төзеді. Түбінде әділдік орнайтынына сенеді. Алайда шындық тағы бір қатыгез соққы береді. Ким сұмдық хабар әкеледі. Тэджунгтің інісі қоштасу хатын қалдырып өзіне қол жұмсаған. Інісінің өлімі оны мүлде сындырып түсірген соңғы тамшыға айналады. Бақытты күндерін еске алған Тэджунг демі жетпей қалғанша еңіреп жылайды. Сол түні ол бәрін аяқтап інісімен қайта қауышуды шешеді. Түсінде Тэджун өксіп тұрып, неге өзіңді өлтірдің? Менен аулақ кет, жай ғана кет деп айқайлайды. Тэджунг селк етіп оянып өзін аурухана төсегіне байлаулы күйде көреді. Дәрігерлер жүгіріп келіп оны тыныштандыру үшін дәрі егеді. Бұл айда оның өзіне зиян келтіруге үшінші рет әрекет жасауы. Азап пен үмітсіздікке батып, Тэджунг тірі өлікке айналады. Достары ай сайын келіп тұрса да, ол ешкімді көргісі келмейді. Көп ұзамай күзетшілер оны Пасха қызметіне капеллаға алып барады. Сик есімді мінәжатхана қызметшісі оған жақындап, бір тілім торт ұсынады. Ол өзі де тұтқын екенін, мұнда 15 жылдан бері отырғанын айтады. Сондықтан Тэджунгтің дәл қазір не сезіп тұрғанын өте жақсы түсінеді. Ол Тэджунгке өмірінің қалған бөлігін Құдайдың сыйы деп қабылдап, бір кезде істемей қалғанына өкінген істердің бәрін жасауға кеңес береді. Осы сөздер Тэджунгтің өмірге деген жігерін қайта тұтандырады. Сол күннен бастап, ол өзіне қатаң тәртіп орнатады. Буллингке ұшырайтын сағаттарды есептемегенде әр минутын оқуға, жаттығуға, жаңа дағдылар үйренуге және аулаға тұқым егуге жұмсайды. Сик тіпті оған киелі кітап беріп, сабырлы болып, өз сәтін күте беруді айтады. Күндер өтеді, Гүлзарда кішкентай өскіндер пайда болады. Тэджунгтің сертификаттары жиналып, ол ішкі сыртқы жағынан күшейе түседі. 5 жыл зу етіп өтеді. Суық бетон қабырғалардың арасында ол тірі жасыл бұрыш жасап шығарады. Тіпті мейірімді күзетші Ян да Тэджунгтің еңбегіне сүйсініп, өсімдіктер туралы кеңес сұрап келеді. Сик әзілдеп Тэджунг қазір ағаш дәрігер сияқты дейді. Сосын ол Тэджунгке өз білезігін беріп, дәл осылай қал, енді бірде-бір жас төкпе дейді. Тэджунг бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді және ол дұрыс сезеді. Сик сыбырлап, бүгін босап шығамын дейді. Тэджунг қайғысын тежеп жалғыз досын шығарып салады. Ол Сикке терең иіліп, барлығы үшін рахмет деп айқайлайды. Сик кеткеннен кейін Тэджунг жаңа мінәжатхана қызметшісіне айналады. Бір күні Ян түрме капелласына үмітсіз бір жас жігітті ертіп әкеледі. Тэджунг оған киелі кітапты ұсынып, алға жүруге күш табады деп үміттенеді. Бірақ әлгі жас жігіт қайта-қайта өзінің кінәсіз екенін айта береді. Егер ол жоғалған телефонды қайтаруға тырыспағанда, мұның бірі де болмас еді. Тэджунг сілейіп қалады. Оның оқиғасы дәл осы. Ол да бейтаныс біреудің телефонын көтеріп алған үшін қамалған. Тіпті олардың мемлекет тағайындаған қорғаушысы да сол адам. Одан да жаманы, бүгін жас жігіт анасының кенеттен қайтыс болғанын естиді. Ол анасы ешқашан өзіне қол жұмсамайтынын айтады да, шынайы өлтіруші, мемлекет тағайындаған қорғаушының өзі екеніне сенімді болады. Тэджунг мұны естіген сәтте, оның әлемі төңкеріліп кеткендей болады. Ол өз ісін қайтадан саралай бастайды. Бәлкім бәрі әуел бастан-ақ жоспарланған шығар. Бірақ келесі күні әлгі жас жігіт камерасында өзіне қол жұмсайды. Сол сәтте Тэджунгтің күдігі дерлік айқындалады. Біреу осы трагедиялардың бәрін айламен ұйымдастырып отыр. Ол Киммен байланысып жаңа бір ізге түскенін есіне түсірдім деп өтірік айтады. Кездескенде ол Кимнің көзіне тіке қарап,
Бұл суыққанды кісі өлтірушінің жүзі ме? Әлде сондай болып көрсетілу үшін жазықсыз күйде тұзаққа түскен адамның жүзі ме деп сұрайды. Ким Тэ Джунгтың ешқандай мәліметі жоқ екенін түсінеді. Ол мысқылдап жымиып істің бәрі қолдан құрастырылғанын мойындайды. Тэ Джунг ол телефонды көтерген сәттен-ақ бүкіл қастандық басталып кеткен. Кейін Тэ Джун жатақханада білезікті тауып алып, бірдеңенің дұрыс емес екенін сезіп, сол үшін өлтірілген. Шындықты естіген Тэ Джунг ашудан жарылып ақырып жібереді. Мен сені өлтірудің жолын табамын. Ол киелі кітапты капелланға қайтарып беріп, орындықтың астынан бір шегені үнсіз суырып алады. Сосын айқышқа қарап ант етеді. Осы сәттен бастап ол қанды қанмен қайтарады. Ал оның әлі білмейтіні, бәрінің басында тұрған адам Йохан есімді жас жігіт. Ол байлар үшін тіпті кісі өлтіруді де қоса, мәселелерді тазалап беруге маманданған. Есесіне ол оларды өз мүсіндерін қисынсыз қымбат бағаға сатып алуға мәжбүрлейді. Бір күні Йохан кездесуде отырғанда оған адвокат Кимнен қоңырау түседі. Олардың жоспарында бірдеңе дұрыс болмай қалған. Ол мүлде сабырын бұзбай, жағдайды түзету үшін кәсіби жалдамалы кісі өлтірушіні жібереді. Бәрі әлі де оның бақылауында тұрғандай. Осы кезде тұтқындардың бір тобы Тай Джунды тағы да тоқтатады. Бірақ бұл жолы ол өзін тежемейді. Бірнеше жылдам қимылмен-ақ олардың бәрін жайратып, енді тайтып оған тиіспеуді ескертеді. Бастықтың аты Дэ Оксу. Бүкіл түрменің ең үлкені. Ешкім емес біреудің алдында қорланғанына шыдай алмай, Тай Джуннан құтылуды жоспарлайды. Бірақ түрме бастығы онымен жасырын кездесіп, тыныш жүруін ескертеді. Екеуі ауыз жаласқан. Тұтқындар арасында заңсыз жерасты төбелестерін ұйымдастырып ақша табады. Алайда бір тұтқын жаңа ғана қайтыс болды. Тағы бірдеңе болса, салақтық үшін жауапқа бастығы тартылады. Сондықтан ол Дэ Оксуға біраз уақыт басын төмен ұстап жүруді бұйырады. Осы кезде Сик әкесінің жөндеу шеберханасын қолға алады, әрең күн көреді. Бір күні капеллан оған Тай Джунның інжілді қайтарып бергенін айтады. Тай Джунға бірдеңе болды ма деп алаңдаған Сик оны көруге түрмеге асығады. Тай Джун өзіне жала жабылғанын түсіндіріп даусы булығып қалады да, сыбырлай: "Бұл жерден шығамын" дейді. Сик бұл жерден қашу дерлік мүмкін еместігін ескертеді. Бірақ Тай Джунның жоспары толық дайын. Ол ешқандай қабырғаға шықпайтынын, алдыңғы есіктен жай ғана шығып кететінін айтады. Тазалау кезінде ол күзетшілер ауысымын, кілттердің қайда жатқанын, тамақ жеткізу кестесін, пайдалануға болатын әрбір ұсақ түйекті жасырын бақылап жүреді. Бірақ қауіп тез қайта оралады. Дэ Оксу бір тұтқынды Тай Джунға жақындатуға жібереді. Оған қатыгез сабақ бермек. Бірақ әлгі Тай Джунға тең келмей көгеріп соғылып қалады. Сол кезде Тай Джун Дэ Оксудың өзі жою тиіс қатер екенін түсінеді. Сондықтан ол әдейі Дэ Оксуға өзі жақындап, Дэ Оксудың бір кезде өз әпкесін ренжіткенін бетіне басады. Ашуға булыққан Дэ Оксу науаны жұлып алып соқпақ болады. Тай Джун қарсыласпайды. Өйткені шын мақсаты Дэ Оксуды карцерге отырғыздыру. Жоспар дәл іске асады. Одан кейін Тай Джун яннан бақшаға керек деген сылтаумен бірнеше губка сұрайды. Оларды гүл құмыраларының астына жасырып, Б блогының қоймасына сақтайды. Келесі күні ол Б блогын тазалауға тағайындалған тұтқынға шабуыл жасап, оның орнына өзі барады. Тазалап жүріп қоймаға білдіртпей кіріп, Б блогының қақпа кілтін губкаға басып шығарады. Сосын гүл құмырасын бақшаға апарып, іздің үстіне ақ желім құйып қалып жасайды. Дәл сол уақытта дәрігер болып киінген жалдамалы өлтіргіш түрмеге кіріп, нысанасын анықтайды. Қалтасындағы қызғылт сұйықтық арнайы Тай Джунға арналған. Кейін тұтқындар вакцина салдыруға кезекке тұрған кезде, бір күзетші Тай Джуннан көлігін жөндеп беруін сұрайды. Күзетші тамақтанып отырғанда, Тай Джун кілттің 2 көшірмесін жылдам кесіп үлгереді. Бірақ күзетші күткеннен ертерек қайтып келіп, оған тіпті бургер әкеледі. Ол Тай Джуннан күдікті нәрсе іздеп тексереді, бірақ ештеңе таппайды. Өйткені Тай Джун кілттерді бургердің пакетінің ішіне жасырып қойған. Камерасына қайтқанда Тай Джунды бір күзетші күтіп тұрады. Ертең үлкен жерасты төбелесі бар. Ал күзетші оған қомақты ақша тігіп қойған. Сондықтан Тай Джунның орнына басқа біреуді вакцина салдыруға жібереді. Төбелес күні келгенде Тай Джунға жеңіс бәрібір. Бүгін оның қашу күні. Ол қарсыласын бірнеше қимылмен ақ құлатып бірден тайып тұрады. Бірақ сол сәтте камерасының сыртында әлгі дәрігер кенеттен пайда болады. Кеше жалдамалы өлтіргіш әлгінің жалған екенін түсініп, әдейі тағы бір күнге қалып қойған еді. Тай Джунның кім екенін анықтаған соң, оған у егеді. Сосын бастығына хабарлама жібереді. 30 минутта бәрі бітеді. Тай Джун не болып жатқанынан бейхабар. Ол тек жоспарын орындауға зейін қояды. Алдымен ол розеткаға шегені тығып, Б аймағындағы электрді өшіреді. Сонымен камераларда істен шығады. Күзетші сақтандырғыш қорабын тексеруге кеткенде, ол басқару бөлмесіне кіріп кіру картасын ұрлап алып, қоймаға барып азаматтық киімге ауысады. Картаны пайдаланып жолындағы әр темір қақпаны ашып, төмендегі желдеткішке жетеді. Бұл бағытты ол алдын ала зерттеп қойған.
Бұл барлық күзетшіден айналып өтетін жалғыз жол. Түрме формасын шешіп, ауа арнасына еңбектеп кіріп, келушілер бөлмесінің үстіндегі төбеге дейін абайлап жылжыды. Бірақ у әсер ете бастайды. Ол ауырсынуды жеңіп, жылжуын тоқтатпайды. Қызмет дәлізіне әрең шығып, келуші отбасылардың көпшілігіне сіңіп кетеді. Аласапыран туғызу үшін бір қарт әйелдің түскі ас қорабын тіліп жібереді де, содан соң сабырмен алдыңғы есіктен шығып кетеді. Бірақ ұзап үлгермейді, жерге құлап түседі. Таяджун көзін ашқанда ол әлдеқашан түрме лазаретінде болады. Дәрігер оған біреу егеу құйрық уын енгізгенін айтады. Бірақ өзі ішіп жүрген қоспалардағы К3 дәрумені тірі қалуына көмектескен. Осы кезде Ян Таяджунның қашу бағытын өзі қайта жүріп өтіп, сенер-сенбесін білмейді. Бұл адам нағыз данышпан. Көп ұзамай Ян Таяджунға келеді. Ол біреулер Таяджунға зиян келтіргісі келеді деп күдіктенеді де, мұның қайталанбайтынын уәде етеді. Бірақ сонымен бірге қайта қашуға тырыспауын ескертеді. Таяджун көп сөйлемейді. Ол Яннан тек Сикке хабар жеткізуін сұрайды. Мені тағы да құтқарып қалғаным үшін рахмет. Сөйтсе, оны аман алып қалған қоспалар Сиктен келген екен. Басқа жақта Деоксу ақыры карцерден босап шығады да, ең алдымен кек алуды қалайды. Ол адамдарын ертіп бірден Таяджунға беттейді. Қауіпті сезген Таяджун тығылады. Жұмыстан кейін Ян түрме дәрігермен соқтығысып қалады. Дәрігер Таяджунның қауіпті екенін айтады. Ян дереу күзетшілерді жинап лазаретке ұмтылады. Бірақ тұтқындар оларды кіргізбейді. Іште Деоксу көрпені пышақтай бастайды да, ол жақта ешкім жоқ екенін түсінеді. Кенеттен Таяджун көлеңкеден жойқын қарсы шабуылға шығады. Саны басым болса да, ол мінсіз төбелес шеберлігімен Деоксуның барлық адамдарын жайратып салады. Ашуға булыққан Деоксу пышақты Таяджунның ішіне сұғып жібереді. Ауыр жараланса да, Таяджун жабайы аңдай айқасып, Деоксуды жерге басады. Бірақ оны өлтірмейді. Соңғы ескерту ретінде құлағын тіліп жібереді. Күзетшілер жеткенше төбелес әлдеқашан аяқталып қойған. Жаза ретінде Таяджунды жалғыз камераға тастайды. Есі ауысқандай күйде ол қайтадан інісін көреді. Кінә оны жаншып, нағыз кінәліні міндетті түрде жазалаймын деп ант етеді. Түннің бір уағында Таяджун мен бірнеше тұтқынның бастарына қап кигізіп, сүйреп әкеліп, құпия түрме фургонына салады. Мұның бәрін Йохан ұйымдастырған. Соңғы кезде ол жарыс ойындарына әуестеніп жүр. Бірақ олар жеткілікті әсер бермейді. Сондықтан ол делдал арқылы түрме бастығына хабарласып, қаупі жоғары 12 тұтқынды түрмеден үн-түнсіз басқа жаққа ауыстыруды сұрайды. Төлем ретінде құны миллиондарға татитын 2 алтын қиманы лақтырып береді де, бәрі ойдағыдай болса тағы 5-еуін уәде етеді. Түрме бастығы күмілжиді. Бұл сыртқа шықса оның күні бітеді. Сонда Йохан жай ғана түрме бастығының бюджет ақшасын криптовалютаға салып, қателесіп алаяқтардың бір тобынан монета сатып алғанын айтып қалады. Ол мәселені түзеп беремін деп уәде етеді. Мұны естіген түрме бастығы бір сәт ойланбастан келіседі. Қатысқан әр күзетшіге қомақты пара таратып, бәріне ынтымақтасуды бұйырады. Сөйтіп түн жамылып 12 тұтқын жасырын түрде белгісіз жерге жеткізіледі. Таң атқанда оларға нөмірленген ақ киім кигізіп, қаңырап қалған зауыттың ішіне тұрғызады. Ең биік тұғырдан Йохан шаттана жариялайды. Бұл мүмкіндік мекені. Дәл осы сәтте Таяджун әлі де бұл адамның оның бүкіл өмірін күйреткен нағыз жауыз екенін білмейді. 5 жыл бұрын Догён есімді бай мұрагер жанындағы қызды байқаусызда өлтіріп қояды. Абыржыған ол бірден ықпалды депутат әкесіне қоңырау шалады. Ұлында өзінің саяси мансабында қорғау үшін депутат Йоханға хабарласып, мұны реттеп беруді бұйырады. Йохан өз тобын қылмыс орнына жіберіп, озық технологиямен бүкіл кеңістікті мінсіз 3D детальмен қайта құрастырады. Тіпті шақырымдар алыстан ақ Йохан әрбір қан тамшысын, әрбір саусақ ізін дәлдікпен тексере алады. Оқиғаның толық көрінісін ұққан соң, ол ел бойынша бақылау камералары желісіне кіріп, сол маңнан өткеннің бәрін сүзгіден өткізеді. Соңында ол жолы болмаған біреуге, дәл сол жерде тамақ жеткізіп жүрген Таяджунға тоқтайды. Нысана таңдалған соң, Йоханның тобы Таяджунның бүкіл өмірін, әдетін, қарым-қатынасын бақылауға кіріседі. Ал арнайы тазалау тобы Таяджунның үйіне сығалап кіріп, саусақ іздерін және айғақ бола алатынның бәрін ұрлап кетеді. Сосын сол іздер мен аяқ таңбаларын кісі өлтіруге қатысты заттарға жабыстырады. Тіпті Таяджунның қоқысын ақтарып, биологиялық сұйықтықтарды алып, мінсіз қойылым жасау үшін марқұмның денесіне енгізеді. Кінәсізді құрбандыққа шалу ісінде Йоханның ұқыптылығы, аурушаң деңгейде. Таяджунның білезігі жоғалғанын байқаған бойда, ол адамдарын жіберіп көшірмесін жасатып, қылмыс орнына тастатқызады. Кейін нағыз білезік Таяджунның інісінің жатақханасынан табылғанын білгенде, Таяджунды өлтіріп айғақты жою үшін киллер жібереді. Жол бойындағы кемпірде, баспалдақ алаңындағы әлгі ағашта, бәрі Йоханның қақпанның бөлігеді. Ол данышпан әрі нағыз психопат. Енді ол мүлде жаңа өлім ойынын бастайды. Тұтқындардың жарысуға шамасы жетсін деп, тіпті оларға мол кешкі аста дайындап қойған. Бәрі күмәнсіз жей береді,
Тек Тэджун ғана сақ қалтында бұрышқа бүрісіп отырады. Одан кейін тұтқындарды бөліп әртүрлі нөмірленген бөлмелерге жібереді. Түн ортасында Тэджун бүлдіртпей сыртқа шығып қашудың жолын таппақ болады. Бірақ зауыттың іші қаруланған жалдамалыларға толы. Сондықтан ол абайлап қозғалып, олардың күзетін айналып өтуге мәжбүр. Ақыры ұсталып қалады. Дәл сол сәтте Йохан пайда болып, мейірімді кейіп танытып, оны жатақханаға қайта апарып салуды ұсынады. Тэджун мінуден бас тартып, олардың мұнда не үшін әкелінгенін сұрайды. Йохан тек жақында ерекше бір сайыс болатынын ғана ишаралайды. Жатақхана аймағына қайтып келгенде, Тэджун Де Оксу мен оның бандасының әлі де демалыс бөлмесінде тоя тамақтанып отырғанын көреді. Де Оксу оны тағы да келемеждеп, кек алатынын айтып қорқытады. Төбелес басталғалы тұрғанда, жалдамалылар бірнеше рет оқ атып, екі жақты да шегінуге мәжбүр етеді. Таң ата қатты музыка тұтқындарды оятады. Олар ақ костюмдерін киіп, ашық алаңға жиналады. Тұтқындардың бірі бұл жердің не екенін сұрайды. Йохан, бұл жарыс трассасы деп жауап береді. Әрқайсысы өзіне кездейсоқ бөлінген көлікті айдап, бір-бірімен жарысады. Бұдан басқа ешқандай ереже жоқ. Бір адам қатысудан бас тартады. Йохан еш ойланбастан тапаншасын шығарып, оны сол жерде атып өлтіреді. Қалғандары үнсіз қалады. Енді ешкім қарсы тұруға батпайды. Дәл сол кезде жүк көлігі баяу кіріп келеді. Йохан оның ішінде 5 миллиард вон қолма-қол ақша барын. Ал соңғы жеңімпаз соның бәрін алып кететінін жариялайды. Тіпті онымен кеңесуге мүмкіндік барында айтады. Сұрақтары туындаса, өзіне келсін. Содан кейін тұтқындар өздеріне бөлінген жөндеу бокстарына барып көліктерін алады. Көбі қуанып бірден машиналарын құрастыра бастайды. Тек Де Оксу ғана көңілсіз. Оған ең нашар көлік түседі. Осы уақытта Йохан екі ерекше көрерменді шақырады. Олардың бірі конгрессменнің ұлы Догён. Ол мұның жай ғана жарыс емес, бұл ит төбелес екенін түсіндіреді. Оның жоспары бұл сайысты жаһандық жерасты бизнесіне айналдыру. Онда тұтқындар жануар сияқты шайқасады, ал байлар бәстеседі. Осы екі бай мұрагер бұл бизнестің негізін қалаушы мүшелері болады. Догён оны қыспақ қалады. Сонда жеңімпаз шынымен жүлде ақшасын ала ма? Йохан басын изейді, сосын суық үнмен қосады. Бірақ бұл жерден ешкім тірі шықпайды. Көп ұзамай 5 нөміралы тұтқын Дже бірінші болып кездесуді сұрайды. Ол Йоханмен ұзақ мерзімді серіктестік құруды сыпайы түрде ұсынады. Тіпті өте пайдалы ойыншыққа айналуға уәде береді. Йохан тек мысқылдайды. Оған 18 алаяқтық үкімі бар адам мүлде қызық емес. Келесі болып Де Оксу келеді. Бірақ оның ниеті мүлде басқа. Оған жүлде ақшасы керек емес. Ол тек жарыс кезінде Тэджунды өлтіруге рұқсат сұрайды. Йохан қарқылдап күреді. Ол мұнда ешқандай ереже жоқ екенін айтады. Де Оксу қалағанын істей алады. Жарыста шектеу болмаған соң тұтқындар одақтаса бастайды. 10-шы нөмірлі тұтқын Йон Тэджунға жақындап, бір команда болайық дейді. Ол Тэджунның автожөндеуші куәлігі барын біледі де, жеңсе 5 миллиардты бөлісетінін уәде етеді. Сол түні Тэджун Йонның қымбат спорт көлігін күшейтіп жаңғыртады. Бірақ кенеттен Дже бірнеше жігітпен келіп көлікті тартып алмақ болады. Йон бармен кіреберісті бөгеп, Тэджунға қымбат секундтар ұтып береді. Есік бұзылып ашылған сәтте Тэджун қозғалтқышты оталдырып зулап кетеді. Мұны Де Оксу көріп қалып, бірден соңына түседі. Бұл жолы ол Тэджунды өлтіріп көлікті алып қоймақ. Бірақ дәл ол газды басып Тэджунды соғып өтпек болғанда, Дже кіріп келіп жолын бөгейді. Екеуі төбелеспек болғанда қарулы жалдамалылар жүгіріп келіп бәрін тоқтатады. Одан да жаманы, Йонның көлігі қатты бүлініп, сол жерде жарылып кетеді. Тэджун жан-жағына қарап сыртқа алып шығатындай көрінетін бір өткелді байқайды. Келесі күні ол Йоханмен кездесуді сұрайды. Бірақ оның шын мақсаты айналаны барлау. Йохан одан нақты не қалайтынын сұрайды. Ал Тэджун жай ғана дәрумендер қорабын сұрайды. Олар әлгі өліп бара жатқан ағашты тірілте алады дейді. Йохан мырс етіп адамдарына ағашты лақтырып тастауды бұйырады. Ойынды қызықты ету үшін Йохан Джемен бірігуге келісіп, көлігінің ішінде сыйлық қалдырғанын меңзейді. Көп ұзамай жарыс басталмақ. Тұтқындар аренаға бір-бірден көлікпен кіріп келеді. Йохан тағы да ешқандай ереже жоқ екенін қайталайды. Тірі қалғылары келсе, қолдан келгеннің бәрін істеу керек. Қызыл шам жыпылықтағанда өлім айқасы ресми түрде басталады. Біреу көлігіне орнатылған отшашқышты іске қосып алға ұмтылады. Бірақ жолдың ортасына жетпей-ақ көлік отқа оранып, жарылып, оны бірден өлтіреді. Мұны көрген Догён қуана қол соғады. Жарыс қыза түседі, бірақ Йоханның ойы басқа жақта. Ол Тэджунның фотосына қарап түсініксіз бір таныстық сезімі бойына жайылады. Ағашты көрген сәтте бәрі есіне түседі. Тэджун 5 жыл бұрын Догён үшін өзі таңдап алған құрбан екен. Йохан дереу Джеге 9-шы көлікті тоқтатуды бұйырады. Өйткені ол Тэджунның көлігі. Де Оксу көмектесуге ұмтылып екеуі көлікті тоқтатады.
Бірақ бәрін таңғалдырғаны рөлде Йон отырған. Йохан іздеу үшін дрондарды ұшырады. Бірақ кенеттен бұрыштан Тэджун мотоциклмен шығады. Йохан Джеге артқы орындықтағы сыйлықты ашуды бұйырады. Тапанша. Тэджун қауіпсіз жерге тығылып, мотоциклінің артына газ бағын байлап алады. Дже әйнекті сындырып оқ жалдырады. Бірақ Тэджун шебер жалтарып, Дженің дөңгелегін құртып, бүкіл көлікті аударып жібереді. Қуанып кеткен Йохан бірден ережені өзгертеді. Тэджунды ұстап алған немесе өлтірген адам жүлдені 2 есе алады. Тэджун кетпек болғанда Деоксу жолын бөгеп, екеуі жұдырықтасып кетеді. Деоксу Тэджунға тең келмей тез-ақ жеңіледі. Ашуға бұлыққан Йохан мерген мылтығын шығарып қайта-қайта атады. Тэджун тез арада бір көлікті қалқан етіп паналайды. Йохан қайта оқтаған сәтте ол мотоциклге мініп, кеше түнде көрген өткелге қарай жүйткиді. Сол кезде ғана Йохан Тэджунның жоғары өрлейтін жолмен қашпақ екенін түсінеді. Тэджун газ бағын жарып бөгетті бұзады да, бар жылдамдықпен үдейді. Мотоцикл әуеге көтерілгенде Йохан нысананы дәлдеп шүріппені басады. Ғажайып түрде Тэджун оқтан жалтарып тірі күйі өзен жағасына құлап түседі. Қараңғылықты қалқан етіп, ол кез арада балықшының киімін киіп, оқиға орнынан қашып кетеді. Жаралы денесін әрең сүйретіп, Сиктің жөндеу шеберханасына жетіп, сол жерде құлайды. Сик оны ішке сүйреп кіргізіп, жарасын мұқият таңады. Ал осы уақытта Йохан ашуға булығады. Жағдай оның бақылауынан шығып барады. Шындықты жасыру үшін ол түрме бастығын тұтқындар еріктілік жұмыс кезінде газ жарылысынан қаза тапты деп жариялауға мәжбүрлейді. Және Тэджунды көпшілікке жариялап іздеуге тыйым салады. Өйткені ойын қызық болу үшін Тэджунды тек өзі өлтіруі керек. Көп ұзамай Тэджун қорқынышты түстен оянады. Сик бір жаман нәрсе болды деп алаңдайды. Бірақ қазбаламайды. Тек демалдайды. Таңғастан кейін Тэджун жерлеу үйіне барып, анасы мен бауырын көреді. Кек алу шешімі бұрынғыдан бетер күшейеді. Ол алдымен Лауэр Кимді нысанаға алады. Өйткені шындықтың кілті сол деп сенеді. Іздестіріп жүріп Кимді тауып, аяусыз сабап тастайды. Тэджун бәрінің артында кім тұрғанын сұрайды. Бірақ Кимдің айтары тек: егер айтсам, олар мені өлтіреді. Құжаттарын ақтарып отырып, Тэджун Сохион Джон есімді әйел туралы файл табады. Тығырыққа тірелген Ким ақыры мойындайды. Ол әйел құрбандыққа шалынатын кінәлі ретінде таңдалған. Клиент кісі өлтірсе, олар кінәні артық қоятын бір құрбан іздейді. Дәлелді қолдан жасау үшін, олар әлгі адамды айлар бойы аңдып, өмірінің әр бөлшегін жазып алады. Тэджунның өзі бір кездері бастан өткергендей. Дәл сол сәтте жалдамалы кісі өлтіруші бұзып кіріп, қиян кескі төбелес басталады. Тэджун оны бірден таниды. Өзін у енгізіп кеткен жалған дәрігер. Ашуы бұрқ етіп әлгіні сұлатып түсіреді. Ким арттан шабуылдамақ болады, бірақ оп-оңай жеңіледі. Сасқалақтап ол сұмдық шындықты айтып қояды. Бұл киллер, Тэджунның ағасын өлтірген сол. Келесі секундта киллер ішке бомба лақтырып, есікті қалқалай бекінеді. Тэджун құжат салынған сөмкені қағып алып, қашу үшін терезеден секіреді. Көп ұзамай Йохан бүгін түнгі дүрбелең туралы естиді. Киллер қайта-қайта қателескендіктен Йоханның шыдамы таусылады. Ол киллерді өзі-ақ өлтіріп, зейнетақы ақысы тәрізді символдық ақша қалдырады. Оның көзінде бұл адамдар тек бір реттік қосалқы бөлшектер. Бір тетік істен шықса, ол оны жай ғана басқасымен алмастырады. Ал Кимнің мойындауын естігеннен кейін, Сик Тэджунды қатты құшақтап, оның басынан өткергеннің бәріне жан ашиды. Ол Тэджунға не керек болса соның бәріне көмектесетінін уәде етеді. Екеуі бірге келесі таңдалған құрбанды, Сео ханымды құтқарудың жоспарын құра бастайды. Тэджун бақылаушылар оның маңында бір жерде тығылып жүр деп топшылайды. Және ол дұрыс болжам жасайды. Өзінің Skynet бақылау жүйесі арқылы Йохан Сео ханымды бірде-бір соқыр нүктесіз қадағалайды. Сео ханым шағын шаштараз ұстайды. Оның нысанаға алғанның себебі кісі өлтіру құралы шаштараз қайшысына ұқсайды. Йоханның жоспарын бұзу үшін Тэджун бірнеше бақылау құрылғысын жасап, оларды шаштараздың айналасына жасырын орнатады. Сосын компьютердің алдына отырып тынымсыз қарайды. Бір түстен кейін бір қыз жөндеу шеберханасына кіріп, Сик жасырып қойған ақшаны жай барақат алып кетеді. Оны ұр деп ойлаған Тэджун сол жерде-ақ бас салады. Сик жүгіріп кіріп оның өзінің қызы, Ын-Би екенін түсіндіреді. Туа біткен асау Ын-Би Тэджуннан пәтер ақы талап етеді. Ол ақшаны бере сала, қыз оны ауыр жұдырықпен бір қойып салқын түрде: енді есеп айырыстық дейді. Тэджун күңкілдейді. Бұл қыз шынымен бір түрлі. Күндер бойы бақылағаннан кейін, Тэджун ақыры бірнеше күмәнді адамды анықтайды. Ол дәл сол көліктермен дәл сол адамдардың Сео ханымның салонының алдына бірдей уақытта қайта-қайта келетінін байқайды. Сондай-ақ бір маңызды деталь есіне түседі: құрбанның телефоны. Ол кезде ол құрбанды ешқашан кездестірмеген, бірақ оның телефонның GPS деректері Тэджунның жүріс-тұрысымен айна қатесіз сәйкес келген.
Дәл сол сәтте олар Сео ханымды тәулігіне дерлік 24 сағат аңдып жүретін мотоциклді байқайды. Кенет бәрі түсінікті болады. Тэджун дереу шаштаразға жүгіреді. Бірақ Сео ханымның әлдеқашан кеткенін біледі. Қызы анасының бір телефонды қайтарып беруге кеткенін айтып, қалдырған мекен жайын көрсетеді. Кездесу орнында Сео ханым телефонды иесіне қайтарады. Кенет Тэджун қарақшы болып бүркеніп шығып, телефонды жұлып әкетеді. Бұл күтпеген қадам қылмыстық ұйымның жоспарын тас-талқан етеді. Йохан Тэджунның өзіне аса қауіпті қатерге айналғанын түсінеді. Сондықтан ол пара алып ұсталған. Қызметтен шеттетілген полицей Гукпен байланысып, Тэджунның ізіне түсуді бұйырады. Есесіне Йохан барлық айыпты өшіріп, тіпті қызметін өсіруге көмектесуге уәде береді. Гук алдымен түрмеге барып, Сиктің Тэджунға ең жақын адам екенін біледі. Сосын Сикке келіп, Тэджунның қашып кеткенін жай ғана сөз етеді. Сик сабыр сақтауға тырысады. Бірақ Гук бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, бір бөлмені тексеруді талап етеді. Алайда ішінде дәл сол сәтте Үнби киім ауыстырып жатыр. Ол ашуға булығып, үйге заңсыз кіргендерін беттеріне басып, оларды қуып шығады. Кейін Тэджун шеберханаға оралып, полицияның жаңа ғана келгенін біледі. Ешкімді қауіпке тікпес үшін кетуге бел буады. Бірақ Сик оны тоқтатады. Өйткені дәл осы жерде қалғаны әлдеқайда дұрыс. Өйткені ең қауіпсіз жер жаудың көз алдында. Сол түні Тэджун телефон иесіне қоңырау шалып, оны тауып алғанын айтып сыйақы сұрайды. Әйел оны жай ұр деп ойлап, нұсқауларын орындайды. Түннің бір уағында ол белгіленген жерге ақшасын алып келеді. Тэджун оған ақшаны жеткізу курьеріне беруді, ал телефонын жақын маңдағы ғимараттағы ұяшықтан алуды айтады. Ол кетісімен Тэджун оны жасырын қоймаға дейін аңдиды. Жұмысшы болып киініп ішке кіріп кетеді. Адамдардың күнделікті заттардан саусақ ізі мен шаш үлгілерін жинап жатқанын көреді. Ол бәрін телефонына білдіртпей түсіріп жатады. Бірақ кенет Сик қоңырау шалады. Сәл ғана бұрын ол шаштаразға күмәнді біреудің кіргенін байқап қалған еді. Қоңыраудың кесірінен Тэджун әшкереленіп қалады. Бірақ төбелесіп жол ашып қашып құтылады. Ал осы кезде Сео ханым қауіпті сезеді. Ол қызын қорғауға тырысады. Бірақ тез-ақ басып тастайды. Шешуші сәтте Тэджун жетіп келіп, әйел киллермен қиян кескі айқасқа түседі. Ешқайсысы басымдық ала алмай тұрған кезде, алыстан полиция сиреналары естіліп, ол қашып кетеді. Сөйтсе Сик әлдеқашан полиция шақырып қойған екен. Және олар Сео ханым мен қызын офицерлер келмей тұрып құтқарып алады. Басқа жерде Йохан бақылау жазбасынан Тэджунды көреді. Ол қарқылдап күледі. Жағдай оған бұрынғысынан да қызық көрінеді. Дәл сол сәтте конгрессмен мен оның ұлы шақырылмай-ақ келіп, оны біліксіз деп айыптап, тіпті қызметшіше сөйлейді. Конгрессмен осы аптада бәрін реттеуді ескертеді. Әйтпесе бүгінгідей достық әңгіме болмайды. Олар кетісімен Йохан күтушіге ішін ақтарады. Мен оларға өмірдегі бір-ақ рет келетін мүмкіндік бердім. Ал олар енді қорқытуға дейін барды. Мұны осымен-ақ бітірейік. Бірақ дәл сол кезде Догён оны тағы да қорлайды. Йохан сол жерде-ақ райынан қайтып, әлгі адамға ерекше сыйлық жіберуді ұйғарады. Осы уақытта Тэджун ханым Соға бәрін түсіндіреді. Юнби де сол жерде болып, оның шын мәнінде жұмсақ мінезді, мейірімді жігіт екенін ақыры түсінеді. Ханым Со мен оның қызын қорғау үшін, Тэджун Юнбиден оларды біраз уақыт паналатуды өтінеді. Юнби оған тіпті көбірек қызыға түседі. Сұрақтың астына алғаннан кейін, ол ақыры жала жабылғаны туралы шындықты мойындайды. Юнби түні бойы ұйықтамай оны тек аяп жатады. Алғаш рет ол әкесіне қоңырау шалып, бірдеңе болса мынан өмірге хабарлас дейді. Сик қатты қуанады, өйткені арадағы салтын қарым-қатынастары ақыры жібей бастағандай. Жөндеу шеберханасына қайтқанда теледидардан жаңалық көреді. Кісі өлтіруші өлді. Сол кезде Тэджун бүкіл бұл қулықта бір ғана құрбандық қой емес екенін түсінеді. Ашуға булыққан ол қоймаға қарай ұмтылады да, бірақ әр жұмысшының атылып кеткенін көреді. Йохан үшін мінсіз жоспардың ұшы ашық қалмау керек. Сол сәтте конвейер таспасы кенет жүріп бірдеңе еденге салдырай құлайды. Тэджун жақындағанда кесілген басты көреді. Бұрын дәрігер болып кейіп танытқан киллер. Жұмыс үстелі іс құжаттарына толы, әрі Тэджунге арналған хат жатыр. Іші ақшаға толтырылған. Оны пайдасызсың деп мазақ еткендей. Кенет алып экран жанып, барлық кісі өлтірудің шын кінәлісі Догён екені ашылады. Тэджун ашудан өртенеді, бірақ өзі әлдеқашан тағы бір ажал ойынына тартылып кеткенін білмейді. Ойынды қызығырақ ету үшін Йохан Догённың әлеуметтік желідегі аккаунттарын оңай бұзып кіріп, барлық жеке жазбаларын көпшілікке ашып, әдейі Тэджунге із қалдырады. Сол жазбалар арқылы Тэджун Догённың қазір Пусанда екенін біліп, бірден кек алуға аттанады. Сеулде полиция әлі де Тэджунның қайда жүргенін аңдиды. Дәл сол кезде Тэджун Яңның өзіне хабарласып, нағыз кінәліні өз қолымен ұстап, атының ақталатынын қадап айтады.
Хван телефонды жұлылып алып, арт жақтан Пусан бекетінің хабарландыруын естіп, тура Пусанға тартады. Ал Сик Тэджунгке хабарласа алмай, бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Ол тек түрмеден Тэджунгтың ұсталып түспегенін нақтылағаннан кейін ғана тынышталады. Юнби кенет әкесінің бір кезде Тэджунгке телефон бергені есіне түсіп, жоғалып кетті деп сылтап айтып, қызметкерлерден орнына анықтауды сұрайды да, Тэджунгтың Пусанда екені белгілі болады. Сол уақытта Йохан ғибадатханада отбасының аруағына ас беріп жүреді. Атанасының қаза болғанына 10 жыл. Оның нағашысы психиатр. Йохан атанасынан айырылғаннан қатты жарақат алған болуы керек деп санайды. Йохан момайған кейіп танытады, бірақ нағашысы теріс бұрылған сәтте зұлым күлкі жымияды. Ал апай болса ата-анасы қалдырған орасан мұраны тезірек бөліске салуға құмар. Йохан тіл алғыш болып, оның дегенін істетеді. Ал іштен соқыр күтушіге ымдап, бүкіл әурені реттеуді тапсырады. Арада аз уақыт өтпей, күтуші әйел киллерді ертіп келіп, барлық туысты жайпап салады. Өліп бара жатса да апайы күтушіні боқтап лас әйел дейді. Сол кезде шындық ашылады. Күтуші шын мәнінде Йоханның туған анасы. Ол тіпті Йоханның бір кезде өзін тастап кетпесін деп көзіне сынап құйып, мәңгі соқыр қылғанын ауруша қуанышпен еске алады. Бірақ ол үшін бұл баласының сүйіспеншілігін білдіру тәсілі ғана. Сондықтан соған әрдайым алғыс айтпақ. Сол күні кейінірек Тэджунг ақыры Догёнды табады. Ол салтанатты яхта кешін өткізіп жатыр екен. Тэджунг беттесуге барып мойындату үшін жасырын диктофонын қосады. Догён Тэджунгты өз құрбандық қойы ретінде таниды. Бірақ бәрібір ессіз тәкаппар күйінде қалып, еш өкінбейді де, тіпті адамдарына Тэджунгты өлтіруге белгі береді. Тэджунг қарсыласады, бірақ басшысы тым жылдам болып, оны бірнеше секундта шығады. Догён дереу Йоханға қоңырау шалып, Тэджунгты қолға түсіргенін айтады. Ол өз орнын Йохан әшкереледі деп күдіктеніп, ақшасын қайтаруды талап етеді. Йохан сырттай келіседі, ал ішінен бәрін бір-ақ соққымен құртуды жоспарлап қояды. Осы кезде Тэджунгты байлап, яхтаның каютасына лақтырып тастайды. Сик пен Юнби портқа келгенде айналаны қаптаған полицияны көреді. Қауіпті сезген Юнби әкесінен бөлініп, Тэджунгты іздеуге кетеді. Хван мен Яң да жан шыраң дейді. Көп ұзамай Догён полицияның жақын екенін біліп, каютаға жүгіріп кіреді де, бірақ Тэджунгтың жоқ екенін көреді. Бұған дейін ақ Сик яхтадан бір күмәнді нәрсе сезіп, дәл уақытында жасырын кіріп, оны құтқарып үлгерген екен. Өкінішке қарай артынан Яң оларды көріп қояды. Ол Сикті араласпауға көндіріп, Тэджунгке ресми арналар арқылы көмектесемін деп уәде береді. Дәл сол кезде Хван кенет пайда болып қашатын жолдарын бөгейді. Бірақ ол жеңістік сезімге берілген сәтте, Юнби артынан тап беріп, тіпті Яңның үстіне өрт сөндіргіштің ұнтағын шашады. Үшеуі ақыры сытылып шығып, Юнбидің жақын құрбысының үйіне барып тығылады. Әбден қалжыраған Тэджун терең ұйқыға кетеді. Оның тыныш жүзін бақылаған Үнби оның жұрт айтқандай зұлым емес екеніне одан сайын сенімді болады. Келесі күні Тэджун кеше түнгі жазбаны қайта-қайта тыңдап, маңызды бір айғақты ұстап қалуға үміттенеді. Осы уақытта Ян Тэджун жіберген дерекке еріп, Докёнға қатысты файлдарды алу үшін вокзалдағы сақтау яшашығына барады. Басқа жақта Докён қауіпсіздік камераларының бейне жазбасын тексереді. Ол Йохан ақшаны қайтарудан бас тартып, адамдарын Тэджунды жасырын алып шығуға жіберді деп күдіктенеді. Бірақ Йохан онымен дауласып әуреленгісі келмей, керісінше біреудің Тэджунға жасырын көмектесіп жүргенін аңғарады. Көп ұзамай Йохан конгрессменге барып, оның ұлы қашқын құрбанмен төбелесіп қалғанын айтады. Ол тағы бір күзет тобын беруге және бұл былықты түбегейлі тазартуға өз еркімен ұсыныс жасайды. Конгрессмен тек мысқылдап күліп, сол құрбанды өшірудің 10 000 тәсілі бар. Ал өзінің қалдығымды тазалау, сенің жұмысың, дейді. Бұл қорлау Йоханды шегіне жеткізеді. Бірақ ол әрекет етпей жатып ақ, конгрессмен бірнеше жалдамалы кісі өлтірушіні жіберіп, оның зәулім үйін қоршатады. Йохан конгрессменнің жауабына одан сайын ашуланады. Ол тек күрсінеді де, катананы алып, жалғыз өзі барлық қаскүнемді жайпап тастайды. Төбеде Сик ақыры жылдар бойы ішіне көміп келген құпиясын ашады. Ол кезде әйелімен ұрысып қалып, ашумен үйдің ішіне тұтанған темекіні лақтырып жіберген. Содан өрт шығады. Қатты қорыққан ол ішке кіріп, оны құтқармайды. Ал полиция кейін мұны қасақана кісі өлтіру деп таныған. Содан бері Юнби оны жек көріп келеді. Мұны естіген Тэджунның бойын сан түрлі сезім билейді. Оның ойынша, Сиктің еш ойланбастан көмектесуі бір бақыт секілді. Дәл сол уақытта Йохан Сикті тергей бастайды. Ол бұл алыстап кеткен әке мен қыздың неге бөгде біреуді қорғау үшін сонша тәуекелге барып жүргенін түсіне алмайды. Соңында ол өзі барып бетпе-бет сөйлесуге бел буады. Тэджунды ұстау үшін Докён одан да көп бұзақыны жинап, тіпті әлеуметтік желіде ашық жариялап, Тэджунды кешкі 9-да айқасқа шақырады.
Жазбаны көрген Теджун бұрғыны пневматикалық шеге тапаншасына айналдырып, кек алуды өз қолымен іске асыруға бел буады. Дәл сол сәтте Юнби оны таңғы асқа шақырады. Құрбысы оны қағытып, әлгі жігітке ғашық болып қалдың ба, деп сұрайды. Юнби жауап бермей асығыс мотоциклімен дүкенге қарай тартады. Бірақ күтпеген жерден ол жақта Хван да жүреді. Теджунды іздеп келген. Танылып қалмау үшін Юнби кепкасын төмен түсіріп, сырғып шығып кетпек болады. Бірақ Хван оның арқасындағы татуировканы бірден байқап, оның Сиктің қызы екенін түсінеді де, соңынан қуа жөнеледі. Абырой болғанда Юнбидің жүргізу шеберлігі өте жоғары еді. Ол одан сытылып кетеді. Сик полицияның тағап қалғанын білген соң, олардың назарын басқа жаққа бұру үшін көлігімен кетіп қалады. Аласапыранды пайдаланып Теджун шатырдан секіріп түсіп, Юнби дайындап қойған мотоциклмен қашып құтылады. Көп ұзамай Хван алданғанын түсінеді. Ол ашудан жынданады. Бірақ қолынан келері жоқ. Кейінірек Юнби үйіне келіп, құрбысының еденде сұлап жатқанын көреді. Сол кезде Йохан пайда болып, қыздың тек уақытша есінен танып қалғанын түсіндіреді. Оның жаман ниетпен келгенін сезген Юнби ашуға булығады. Бірақ ол да Сикте Йоханға тең келмейді. Йохан қалаған жауабын ала алмаса да, енді оған бәрібір. Түн түседі. Теджун белгіленген жерге келіп, Докённан кешірім сұрауды талап етеді. Бірақ Докён тәкаппарлығын қоймай, оны арандатып, тіпті бүгін түні Теджунды өлтіретінін жариялайды. Қаһарына мінген Теджун қаруын алып, шабуылдаушыларды бір-бірлеп жайратады. Тек ұзын шашты жігіт қасқырдай айқасып, соққыны төпелей береді. Теджун айналасындағының бәрін қару қылып пайдаланып, ақыры дәл сәтін тауып, күрекпен ұрып есінен тандырады. Докён хабар күтімен дегбірсізденіп тұрғанда, кенет Теджунның кірі шығып жүгіріп келе жатқанын көреді. Ол бірден газды басып қашады, ал Теджун мотоцикліне қарғыт мініп соңынан қуады. Адамға лық толы тоннельдің ішінде Теджун көліктердің арасымен ирелеңдеп, Докённың адамдар атқан оқтан жалтарады. Докён оны бетпе-бет соғып кетпек болады. Бірақ Теджун тоннель қабырғасымен қатарласа жүріп, оған бірнеше рет оқ атады. Аласапыранда Теджун бұзақылар отырған көлікке секіріп мініп бәрін жайратады. Сосын жүргізуші орнына отырып, Докёнмен өлім қуғынға түседі. Ашудан өртенген Докён шүріппені қайта-қайта баса береді. Қатты атыс үстінде кенет ақ жүк көлігі бұрылып кіріп, Докённың көлігін соғып өтеді. Теджун өлім аузындағы Докёнды сүйреп шығарып, телефондағы диктофонын қосып, оны мойындауға мәжбүрлейді. Бірақ Докён соңына дейін тәкаппар күйінде қалады. Дәл сол кезде оның телефоны шырылдайды. Қоңырау шалған. Йохан. Теджун тұтқаны көтергенде бәрін басынан ақ Йохан басқарғанын ақыры түсінеді. Йохан Теджунның өнеріне мақтау айтып, тіпті өз жағына шығу үшін 5 миллиард вон ұсынып, оның жеке басында қайта қалпына келтіруге уәде береді. Теджун оны еш ойланбастан кері қағады. Йохан оның өмірін күйретіп қана қоймай достарынан айырды. Тіпті ағасын өлтіртті. Қазір оның қалағаны Йоханды сол биігінен құлатып, істегеннің өтеуін тарттыру. Теджунмен қош айтысқан соң Йохан конгрессменнің үйіне барып, оны да көңілдесінде қатыгездікпен өлтіреді. Конгрессмен жан тәсілім етіп жатқанда, Йохан баяғыдан көмілі жатқан бір құпияны жайбарақат ашып салады. Ол 16 жасында ата-анасын байлықтарын ғибадатханаға садақа етпек болғаны үшін өлтірген. Сосын қылмысты сабырмен бір сериялық кісі өлтірушіге жапқан. Сол сәттен бастап ол бұл тәсілді кейінде қолдана алатынын түсінген. Сонымен Йохан конгрессменнің өмірін аяқтайды. Оның тазалау тобы дереу келіп барлық ізді өшіреді. Келесі күні Йохан Сиктің жөндеу шеберханасына білдірмей кіріп, оның қызымен түскен фотосын табады. Ол фотосуретті өртеп Теджунның бұдан кейін не істейтінін көргісі келеді. Ал осы уақытта Сик пен Теджун Сеулде кездесуге келіседі. Бірақ ол жолға шықпақ болғанда полиция кенеттен келіп конгрессменді өлтірді деген айыппен оны тұтқындайды. Теджунның басынан өткеніндей полиция Сиктің үйінен үйіліп жатқан айғақтарды тауып алады. Қорқыту хаттары, жәбірленушінің ДНК-сы, бәрі бар. Одан да сорақысы, Хван тіпті оның қызын да қамауға аламын деп қорқытып, Үнбиді сыбайлас деп айыптайды. Сик ақыры шыдамай, егер қызын бұған араластырса, олардың өзін өлтіретінін ескертеді. Вокзалда Теджун Сиктің тұтқындалғаны туралы жаңалықты көріп, мұның Йоханның ісі екенін бірден түсінеді. Ол жөндеу шеберханасына асыға қайтады. Бірақ төбеге жоғарыдан орнатылған камераны көреді. Бұл камераны Йохан оны мазақ ету үшін қойғаны анық. Теджун камераны быт-шыт қылып сындырып, есеңгіреп қалған Үнбиді жыбып атуға барады. Ол әкесінің неге мұның бәріне кінәні өз мойнына алып жүргенін түсінбейді. Неге ол бір рет болса да қарсыласпайды. Әкесінің қайтадан түрмеге түсетінін ойлап, ол көз жасына ерік береді. Теджун өзін кінәлап, мұны бір жолы аяқтайтынына ант етеді. Ол Йоханға хабарласып, одан не қалайтынын сұрайды. Йохан оған бұрынғыдай сол тоннельге барып телефон жәшігін ашуын айтады. Ішінде кеңес мүшесін өлтірген пышақ пен бос чек жатыр. Йохан оған екі таңдау ұсынады.
Не пышақпен бірге өз еркімен беріліп, Сикті босатады. Не чектерді алып, оған жұмыс істей бастайды. Теджун неге бұлай істеп жатқанын сұрайды. Йохан жай ғана, өйткені қызық дейді. Адамгершілігі жоқ құбыжықпен бетпе-бет келген Теджун өзін дерлік үмітсіз сезінеді. Кергеу абақтысында Сикте торығуға батады. Оның ойы қайта-қайта қызмен болған сәттерге кетеді. Бірнеше жыл бұрын ол түрмеде отырғанда, Ынби оған жиі келетін, бетінде үнемі көгерген іздер болатын. Ол мектептегі балалар әкесін сорлы деп мазақтайтынын айтатын. Қызын қорғау үшін Сик ең қатыгез сөзді айтады. Мен енді сенің әкең емеспін. Ендігәрі қайтып келме. Бостандыққа шыққан соң ол қызы өзін жек көреді деп ойлады. Бірақ тілі ащы болса да ол бәрібір оны өз үйіне кіргізді. Бір күні Сик оның құрбысымен сөйлесіп отырғанын естіп қалып, қызының оны осы уақытқа дейін сағынғанын ұғады. Енді еденде тырмысқан құмырсқаға қарап отырып, өзін мүлде дәрменсіз сезінеді. Келесі күні Ынби әкесіне барып, оның жағдайын білгісі келеді. Сик оған уайымдамауын айтып, болашақта өзімен не болса да бұған араласпауын ескертеді. Ол оның нені меңзегенін, Сиктің бәріне кінәсін мойындағаны туралы хабар тарағанда ғана түсінеді. Бірақ Ян Сикті көп жылдан бері таниды, және оның қызын қорғау үшін ғана өтірік айтып тұрғанын бірден аңғарады. Ол Хванды жазғырып бұл ессіздікті тоқтатуды талап етеді. Бірақ Хванға бәрібір. Ол Янға оның тек пайдасы жоқ түрме күзетшісі екенін, шектен шықпау керегін еске салады. Сосын ешкім күтпеген жағдай болады. Теджун бөлімшеге кісі өлтіру қаруымен кіріп, өз еркімен беріледі. Сик сол жерде-ақ босатылады. Йохан Теджунның неге мұндай таңдалға барғанын түсіне алмайды. Теджун Йохан сияқты адам сирек кездесетін достықтың мәнін ешқашан ұқпайтынын біледі. Ол оған суық қарап, сен түкте емессің, жай ғана балақайсың дейді. Ашуға булыққан Йохан сыртқа атып шығып, түрме бастығына қоңырау шалып, Теджун түрмеге кірген бойда шара қолдануды бұйырады. Ал осы уақытта Сик үйіне қайтып, қызымен қайта қауышады. Бұл жолы Юнби сезімін жасырып қалмайды. Ол әкесін құшақтап шын мәнінде қаншалық қорыққанын айтып жылап жібереді. Келесі күні Ян полиция бөлімшесіне ауыстыру рәсімін аяқтауға барып, Теджунды полиция көлігіне отырғызады. Жолда ол Теджуннан неге қоймадағы шкафтан шыққан заттарды өзіне бергенін сұрамай тұра алмайды. Теджун, ол заттар шындықтың кілті. Ал түрмеден мен сенетін жалғыз адам сен едің деп жауап береді. Мұныны естіген Ян, Теджунның Сикті қорғау үшін ғана мойнына алғанына одан бетер сенеді. Демалыс бекетінде басқа күзетші дәретханаға кеткенде, Ян көлікті үнсіз айдап алып кетеді. Ол оны елсіз жерге тоқтатып, Теджунның кісенін шешіп, алда бір фургон күтіп тұрғанын айтады. Сөйтсе, Ян шкафтан табылған құжаттарды оқып, жауыздардың Теджунды кінәлау үшін айғақ қолдан жасағанын біліп қойған екен. Ал кеше түнде түрме бастығымен Йоханның сөйлесуін естіп қалып, Теджунның кінәсіз екеніне ақыры сенеді. Енді ол бұлай қарап тұра алмайды. Қолынан келетін жалғыз нәрсе Теджунды босатып жіберу. Көп ұзамай Теджун фургонды табады. Ішінде Сик пен Юнби отыр. Үшеуі қаңырап қалған жылыжайға барып, оны уақытша паналау орны етеді. Теджун Йоханның мүсін аукционын өткізгелі жатқанын біледі. Ел алдында Йохан аты шыққан мүсінші, жиі-жиі аукциондарды бүркеншік атпен өткізеді. Догёңның бұрынғы куәлігі бойынша, әр аукционның айналасындағы 10 күн ішінде міндетті түрде кісі өлтіру болады. Ал кінәлі әрдайым бір аптаның ішінде ұсталады. Теджун бұл мүсіндер кісі өлтіру істерін жауып қою үшін төленетін ақы. Ал модельдер көбіне құрбандыққа шалынатындар екенін түсінеді. Мүсіндердің біреуі тіпті Теджунның өзін бейнелейді. Аукционға қойылғалы тұрған туынды Йоханның 100-ші жұмысы. Бала күтуші оны естелікке алуға шешім қабылдап, бағаны 9 миллиард вонға дейін көтереді. Бірақ кенеттен жұмбақ бір қатысушы бағаны шарықтатып, 10 миллиардқа жеткізеді. Йохан оның кім екенін дәл біледі, әрі ол дұрыс айтады. Бұл Догён. Сол түні Догён ауыр жараланса да, тірі қалған екен. Әкесінің өліміне Йоханның қатысы барын түсінген соң, ол кек алу үшін Теджунмен бірігуге шешім қабылдайды. Көп ұзамай полиция келіп, Йоханды кісі өлтірді деген айыппен тұтқындайды. Соған қарамастан Теджун босаңсымайды. Ол Йоханның байланыстары барын біледі, әрі ол бір күннің ішінде-ақ бостандыққа шығып кетуі мүмкін. Енді ең маңыздысы, Йоханды толық әшкерелейтін шешуші дәлелді табу. Сол түні жұмысшылар Йоханның мүсіндерін жүк көліктеріне тиеп жатады. Тасымалдау кезінде Теджунның достары, көлігіміз бұзылып қалды деп өтірік айтып, жүк көліктерінің бірінің жолын бөгейді. Әбігердің арасында Теджун өзін жұмысшы кейпіне енгізіп, жүк көлігін тура Йоханның зәулім үйіне айдап кіреді. Сол кезде жалдамалы кісілер тобы полиция бөлімшесіне басып кіріп, қызметкерлерді қырып салып, Йоханды босатып алады. Оларды бастап жүрген Деоксу, түрмеден Теджунның қас жауы. Қашып шыққан соң Йохан бірген аурухана палатасына барып, Догёнды өлтіреді де, оны әкесімен қауыштырады.
Дәл сол уақытта оның әйел киллері Сиктің ізіне түседі. Ынби асығып келгенде әкесін еденде сулап жатқан күйі табады. Ауыр жараланған. Одан бөлек ол киллерге қарсы тұра алмайды. Ол тез сыртқа жүгіріп шығып, киллерді торулдауға таптырмас сәтті пайдаланып, оның кеудесіне пышақ сұғып алады. Сосын әкесінің жағдайын тексеруге ұмтылады. Бірақ киллер кенеттен артынан қайта шабуыл жасайды. Басқа жақта Теджун Йоханның жұмыс үстелін ақтарып, күмәнді қатқыл дискті тауып алады. Дәл сол сәтте дабыл қақсап қоя береді. Теджун эвакуациялануға мәжбүр болады. Бірақ есік сыртында Деоксу күтіп тұрғанын көреді. Көп ұзамай сыбайластарының бір тобы лап қояды. Өзімен бірге әкелген құралдар мен қаруларын пайдаланып, Теджун оларды бірінен соң бірін жайратады. Әбігер кезінде бір мүсін быт-шыты шығып, ішінен жасырылған кісі өлтіру қаруы көрінеді. Теджун жүзді алып, Деоксумен өлімге бас тігетін шайқасқа кіріседі. Көп өтпей Деоксу әлсірей бастайды да, аяусыз пышақталып қалады. Дәл сол мезетте Йохан үйіне оралады. Алдындағы аласапыранғаға мүлде селт етпейді. Теджун оған ертең таңертең бәрін бүкіл әлем білетінін ескертеді. Бірақ Йохан тек күліп, шынайы дәлел катананың сабының ішінде жасырылғанын. Ал Теджун ұрлап әкеткен қатқыл диск ашылған сәтте-ақ өздігінен өшіп кететінін айтады. Сөйтсе, Йохан Теджунның келетінін алдын ала біліп, тіпті күтушіге оны кіргізуді тапсырып қойған екен. Теджун қайта соққы беруге оқталған сәтте, әйел киллер Юнбиді кепілге ұстап пайда болып, оны қаруын тастауға мәжбүрлейді. Кенет Йоханның ойына одан да жақсы жоспар келеді. Егер Теджун Деоксуды өлтірсе, ол Юнбиді жібереді. Теджун қорқынышты таңдаудың алдында қалады да, ақырында пышақты тастайды. Йохан сол сәтте Деоксуды өзі өлтіріп, Теджунды өлтіргеннен кейін бар кінәні Юнбиге жабатынын жариялайды. Тіпті өзінің 100-ші жауһар туындысы Юнбиден шабыттанып жасалғанын мақтанып айтады. Қайтадан аласапыран басталады. Арпалыс кезінде киллер есінен танып қалады. Ал Йохан катананы сермеп, Теджунға ұмтылады. Көп ұзамай Теджун үстемдікке ие болып, Йоханды аяусыз сабайды. Сонда да Йохан оны мазақтауды тоқтатпайды. Тіпті ашуын қоздыру үшін ағасының өлтірілген видеосын қосып қояды. Бірақ Теджун оны өлтірмейді. Ол бұл әзәзілдің тірі қалып, жазасын тартқанын қалайды. Теджун кеткеннен кейін зәулім үйді жалын шарпып, Йохан өрт ішінде қаза табады. Абырой болғанда Сиктер кезінде көрсетілген емнің арқасында аман қалады. Ал Теджун ісі қайта қаралып, ақырында кінәсіз деп танылады. 6 айдан кейін Теджун ақыры арманын жүзеге асырып, қасында Юнби бар күйі гүл дүкенін ашады. Яңда бір кездері өзі емдеген өсімдікті салтанатты ашылуға сыйлық ретінде әкеледі. Өмір біртіндеп тыныштыққа қайта оралып, Теджун көптен аңсаған қарапайым өмірін сүре бастайды. Бірақ оның білмейтіні, біреу әлі де тасада тұрып, оны бақылап жүр.